мұғалімі, қазақ әдебиеті 6 сынып. Сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбаев 31-ші сөз. Оқу мақсаты көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту, әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау. Ал балалар, біз Абай атамыздың қандай шығармалары бар екен? Абайдың шығармалары, өлеңдері, қара сөздері, аудармалары, поэмалары, Абайдың 3 поэмасы, Ескендір, Мақсұт, Әзім әңгімесі. Олай болса балалар, біз Абай атамыздың осының алдыңғы сабақтарда өлеңдерімен, өмірмен, шығармашылықтарымен таныс едік. Енді бүгін біз соның үлкен тағы бір шығармасы қара сөздермен танысамыз. Қара сөздерді Абай өзі ғақилия деп атаған. Ғақилия көркем қара сөз, нақыл сөздің бір түрі, ой саларлық, ақыл кеңес жазылған даналық сөзі. Абай өз қара сөздерін 1890 жылы, 1898 жылдар арасында жазған. Қара сөздерін жазуды бастағанда Абай 45 жаста болған. Ақыл ойы толысып, жасы кемелденген, көрген білген ой елегінен өткізіп, сарапта жас жеткен кезде қара сөздерін жазуды қолға алған. Қара сөздерінде адал еңбек ету, егін салу, саудамен айналысу, өнер үйрену, ғылымды игеру, адамгершілік, имандылық секілді бірталай әлеуметтік мәселелерді кеңінен толғайды. Бүгін біз осы тақырыпты әрі қарай жалғастырып, ұлы Абайдың 31-ші қара сөзіне тоқталмақпыз. Ал балалар, бүгінгі біздің сабағымыз 31-ші сөз. 31-ші сөзді қазір тыңдап отырып, балалар, ішінен керекті негізгі сөздерді ойымызға түйіп тыңдап отырамыз. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Ал екінші сол нәрсені естігенде, көргенде ғибрат алу керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші сол нәрсені бірнеше рет қайталап көңілге бекіту керек. Төртінші ой кеселдері нәрселерден қашық болу керек. Ой кеселдері уайымсыздық, салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салу, я бір нәрсеге құмарлық секілді. Осы 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратқан нәрселер. Жалғасын тап. Мына жерде 31-ші қара сөздің мәтіні берілген. Осы жерде қалып қалған сөйлемдердің сөздерін тауып орын толықтырамыз. Ал балалар, олай болса тапсырманы дұрыс орындадық деген ойдамын. Әне, бірінші себебімізде көкірегі байлаулы берік болмақ керек екен. Екінші, ғибрат алу керек, ынтамен ұғу керек. Үшіншісінде көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселдер нәрселерден қашық болу керек екен. Келесі екінші тапсырма, сатылай кешенді талдау. 31-ші сөздің талдаймыз. Авторы, тақырыбы, идеясы, жанры және ой кеселдеріне нелер жатады екен. Олай болса балалар, екінші тапсырманы жақсы орындадық деген оймен тапсырманы авторы Абай Құнанбаев, тақырыбы ой зеректік, идеясы естіген нәрсені ұмытпаудың, есте сақтаудың жолдары, жанры шағын проза, қара сөз. Ой кеселдері уайымсыздық, салғырттық, ойыншы күлкішілдік, қайғыға салу, бір нәрсеге құмарлық. Келесі тапсырмамыз 3-ші тапсырма. Осы 31-ші қара сөздегі мәтіннің ішінен оқи отырып, өзімізге үлгі ала отырып, осындағы жағымды әрекет және теріс әрекеттерді табамыз. Жағымды әрекет ол сөзге берік болу, терең ойлы, ынталы, ұғымталы болу керек. Сенімділік болу керек, күштарлық, өнегелі, үлгілі болу керек және талпындылық болу керек екен. Ал теріс әрекетке өтірік айту, айтпау, мақтаншақтық, салғырттық, құмарлық, еріншектік жатады екен. Ал балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, көркем шығармадан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқып, жаттап талдадық. Әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтадық.
Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.